Нұр-Сұлтан қаласында 200 мыңның үстінде оқушылар бар. Қазір мына пандемияға байланысты, карантинге байланысты оқудың барлығы онлайн форматқа өтіп жатыр, яғни қашықтықтан оқытып жатырмыз. Қашықтықтан оқытудың өзінде қиындықтары және ауыртпалықтар бар. Ең негізгі ауыртпалық мына әлеуметтік аз қамтылған отбасыларда арнайы құрылғылар, яғни ол ұялы телефон болсын, ол планшет болсын, ол ноутбук болсын, ол компьютер болсын, оның жетіспеушілігі байқалады. Сондықтан мына мектеп оқушыларының тарапынан, олардың ата-аналардың тарапынан ұсыныс түскеннен кейін қала басшылығы осыған байланысты оқу жылы басталған кезде 9 мыңға жуық компьютерлер таратқан болатын. Қазір біз мынау жергілікті бюджеттің есебінен тағы да 8 мың компьютер сатып алып, оларды қазір оқушыларға таратып жатырмыз. Бүгін сіздер міне сол іс-шараның бел ортасына келіп отырсыздар. Енді республикалық бюджеттен тағы да 26 мыңның үстінде компьютерлер Нұр-Сұлтан қаласының оқушыларына таратылады деп күтілуде. Сондықтан біз шамамен алған кезде 40 мыңға жуық, 40 мыңның үстінде жандай арнайы құрылғыларды, компьютерлерді жандай оқушыларға береміз деп есептейміз. Бұл Нұр-Сұлтан қаласы оқушыларының шамамен 20%. Кімдерге беріледі, кімдер береді, және ол шешім қалай қабылданады. Бұл шешімді қай балаға беру керек шешімін ең бірінші мектеп басшылығы арнайы комиссияның отырысының нәтижесінде қабылдайды. Ол кімдерге беріледі? Әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасылардың өкілдеріне. Уақытша беріледі, бұны түсіну керек. Яғни оқу жылы аяқталғаннан кейін бұл құрылғыларды қайтадан мектеп басшылығына өткізу керек болады. Жауапкершілік ата-анада және мектеп басшылығында. Сондықтан міне осы екі мәселені анықтап алу керек. Бұл компьютерлерді, ноутбуктерді іздеп, сұрап, қаланың басқа жағына, басқа азаматтарға, басқа жаққа барудың қажеті жоқ. Мектебіңізге барасыз, мектеп басшылығына айтып түсіндіресіз. Әлеуметтік мұғалім бар, сол кісілермен бірлесе отырып, отбасының жағдайын ескере отырып, және сұранысқа сәйкес бұл компьютерлер, ноутбуктер үлестіріледі. Баламызға бүгін пандемияға байланысты әкімшілік атынан, осы білім басқармасынан осындай көмек көрсетіліп жатыр. Алғысымыз өте шексіз. Осындай қызмет көрсетіп жатқан үлкен басшыларға, мектебіміздің білім басқармасына және осы мұғалімдерімізге еңбек етіп жатқан барлығына алғысымыз шексіз.